Қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалайда жүрсіздер ма? Мен әлі жұмыста отырмын. Жұмыс істеп, мен сіздерге бір күшті лайфхак көрсетейін деп едім. Мынандай лентаны тағу үшін қалай жасау керек, чешманы тағу үшін. Онда кеттік. Енді бізде деген так. Осындай лента ғой, бақырам. Ой, чешма. Сол чешманы осылай қоямыз. Мына жабындының жаны, мынау жері жаны. Сол осы чешманы осылай қоямыз, теріс жағымен, мынаны оң жағымен қоямыз. Мынау етегі 5 сантиметрмен тігілген. Енді осылай қойып отырып, осының үстінен тігеміз. Бұл жөм шығып кетті. Қазір. Осылай етіп қойып, енді тігеміз, заклепкамызды қойып. Сосын мынаның прям осылай етіп жанынан тігіп шығамыз. Мына нелерді деген былай қарап отырамыз да. Чешманы созбаймыз. Тігеміз осылай. До конца 2,50 болса 2,50-ге дейін тігіп шығамыз. Осылай етіп до конца тігеміз. До конца бітті. Енді мына қайттан аяқ жаққа келеміз да, осылай етіп. Қайттан мына аяқ жаққа келгеннен кейін мынаны деген осылай қайырып отырып үстінен тігеміз. Сол кезде ол оратылмайды, илгенде де әдемі ілінеді, ровно тұрады. Міне. Сонда бізде мына арты деген осындай болады, теп-тегіс. Мына бүкіл жаңағы кесілгеннің бәрі ішінде қалады. Мына былай бүктегенде ішінде қалады бәрі. Осының үстінен тағы бір тігіп шығамыз. Зато біздің тігісіміз көрінбейді. Осылай до конца тігіп шығамыз. Маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тіркеліп кетіңіздер. Осы мынандай шашақтарын былай жібересіздер де. Мынаны өзі жатады уже деген, мына қойған сайын. Міне теп-тегіс болып жатады. Сосын өте әдемі занавеска шығады.